Сәлем достар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Осындай тамақ жасап көрсетейін ба? Аты жоқ тамақ. Атын өзім де білмеймін. Бірақ дәмі өте күшті, тойымды болады. Бізге осылай картошка, пияз, сәбіз, ет осылай майдалап көбіктеп турап аламыз. Тез пісу үшін және приправалар, тұз, паприка, сосын любой овощной приправа, лавровый лист. Осылай барлығын бөліктерге бөлеміз. Мен қазір граммдардың астына жазып кететін боламын. Бірінші шыж-быж-ды етті, пиязды, сәбізді, картошканы қуырып аламыз. Үстіне томатты және 2 кружка су құямыз. Су көп керек. Үйіңіздегі адамдардың санына қарай жасай бересіздер. Приправаларын саламыз. Сол аралықта күрішті бұқтырып қоямыз. 3-4 рет қайтарып жуып, мен 3 рет жудым, 4-ші суға бұқтырып қойдым. 15-20 минут тамағымыз қайнағанша бұқтырып қоямыз. Жаңа айтқандай томатын салып, томатты тамаққа қосатын кезде су құйып жеп салсаңыздар күшті болады. Мен сары май емес, кәдімгі сары май қостым. Тамаққа қосатын майға қуырғаннан гөрі сары майға қуырсаңыз күрішіңіздің дәмі күшті болады. Және 2 шай қасық тұз салдым. Осылай барлығын араластырып отырасыздар және бұқтырасыздар. 1 кружка су құйдым мен, қалған түбіндегі суды кейіннен қосып жібердім. Осылай барлығын бұқтырып қойдым. Және жаңа бұқтырған кезім дұрыс болмай қалыпты, көрінбей қалыпты. Домалақ қып палауды бұқтырғандай қып, соңында бұқтырасыздар. Астын араластырып тұрасыздар. Мынау тесіктер астына если жабысып қалады, мен табама деп уайымдайтын болсаңыздар, ана тесіктерге кәдімгі сары майды майда бөліктерге бөліп салып жіберсеңіздер, асты жабыспай әдемі болып шығады. Және осылай вуаля болады. Өте түрі де әдемі көрінеді. Жеген кезде де тойымды болады. Еш уайымдамаңыздар. Ұнаса лайк бас, комментарий жазып, мен каналыма тіркеліп қойыңыздар.